Ассалаумағалейкум. Осындай сұрақ келді. Признавашки деген топ қалай ашады деп. Жалпы ол ашу үшін мына телефонда осы жерде плюс белгісі бар. Міне осы жерде осыған басасыздар. Мен не істеймін, соны қарап отырыңыздар. Жалпы признавашкиді ашу өте оңай болғанымен оны ары қарай алып кету қиынға соғуы мүмкін. Енді өз признавашки өз қалаңызды жазасыздар. Признавашки деп признавашки Қазақстан болса, онда Қазақстан деуге болады. Мен жай признавашки деп көрейін. Сосын өз қалаңыз жазасыздар. Публичный страница болу керек. Одан кейін міне осы жерде компания, организация или веб-сайт деген болу керек. Міне ол, сосын окей басамыз. Окей басқаннан кейін келесі осы жерде біз ең басты осы жерге авасын үстіне басып өз загрузить из галереи деп өз авасын енді барынша махаббатқа қоюға тырысыңыздар. Авасын өзгертті дейік. Одан кейін статусты жазып қойыңыздар. Өз қалауыңыз бойынша жалпы жазылыңыз, тіркеліңіз деп қоюға болады. Өз қалауыңыз негізінде осылай жазылыңыздар, керемет топ деп қойсаңыз кішкене көбінде көрініп тұрады. Одан кейін видео, міне осы жерге басасыздар. Мен сізге қазір керектерін көрсетемін. Міне, бірақ өз қалауыңыз, міне осы жерге басасыздар. ВКонтактеде егер ондай функция жоқ десеңіз, онда Play Marketте ВК-ны жаңартып алыңыздар, жаңа түрін алыңыздар. Ал бірінші информация көшейік. Признавашкиде алдағы уақытта сізге мынаны өзгертуге болады. Пабликтің орнына тематиканы өз қалауыңыз өзгертуге болады. Темя қойып, веб-сайт, ешне керемет. Местоположение өз қалаңызды қойыңыз. Егер сіз арнайы қалаға признавашки ашсаңыз болды. Сосын осыны басасыздар. Міне осы жерде болды. Сосын қабылдаймыз. Одан кейін келесі сервисі кірейік. Міне ссылка деген алдағы уақытта сіздің жеке сайтыңыз немесе басқа топтарыңыз болса, ссылка қойып қойылады. Комментарий әрине қосыңыз, комментариймен қызық болады топ. Фотоальбомын қосыңыз. Признавашкиде енді көбінде видеолар болмайды, сондықтан видеоны алып тастаңыз. Аудиозапись болған қаласаңыз, аудиозапись болған, бірақ оны да алып тастаңыз. Обсуждение алып тастаңыз. Событие керек емес, вместо контакты керек. Алдағы уақытта жарнамамен жеке сізге шығады, болды. Руководительді міне осы жерде сіздер участникінің ішіне өз қалаған адамыңызды редактор қоюға болады, сайлауға. Редактор қалай сайлайды, администратор қалай сайлайды, олар қандай жұмыс атқарады деген сұрақ туындаса, біліп жүремін де ол бар. Соны қарап шығыңыздар. Участникінің ішіне тізімін қарап шығуға болады. Ссылка айттым, сіз бана плюс белгісін басып, сіз басқа топтарыңыз, сайттарыңыз, ютубта желісіңіз, инстаграмда болса, ссылка басып, міне осы жерге адрес қосасыз, описаниясын қысқа да нұсқа жазып кетуге болады. Сонысымен қызық. Келесі авасын өзгерттік, фотография тұра берсін, жазылушылар өз фотосын қосады. Сосын новая запись деп сіз өзіңіз фото қосуға болады, видео, кәдімгі группаға запись салып бастайсыздар, немесе жеке фотоны басып, тек фото. Бұл енді бір жақсысы кәдімгі біліп жүремін сияқты топ болады. Адамдар предложить новость арқылы сізге өз жаңалығын жібере алады. Сонысымен қызық. Сосын сіз алдағы уақытта қабылдайсыз. Енді топты қалай дамытады деген сұрақ туындайды. Ол біліп жүремін де бар. Бірақ та сізге мен барынша алдағы уақытта шамамен егер сіз 1 жыл, 2 жыл қараймын топты, жақсы көрем, сүйікті жұмысым десеңіз, онда сізге мен ақша бөлуге кеңес берем. Себебі признавашки деген топтарда, яғни мысал қараңыз, признавашки топтар өте көп, бірақ сол 2-3 ірі топ бар, бірақ соларға жібергің келеді, бірақ сенікін шығармайды көп адамдардыкін. Ал сіз егер 3-ші, 4-ші топ немесе 2-ші топ барып барсаңыз, онда сізге қызығушылық танытады. Ана ең басты топта менің фотоларымда шығармай жатыр, мүмкін осы жақта шығару мүмкін дейді. Яғни сіз сонда конкурент болғанмен оларда сізге бұл бір қолдауын білдіреді. Енді реклама қалай береді десеңіз, мысалы осы жерге признавашки деп жазасыздар. Признавашки Астана. Көрейік, Астана. Признавашки Астана. Міне 41 мың адам бар. Осы жерде Әлия Қайырбекова мысалы жарнамамен шығуға болады. Ал егер ол отырған жоқ, келесі
подписаться етіп кейбіреуінде сообщение жазуға болады, бұл жерде сообщениені алып тастауға болады. Енді сіздерде сұрақ туындауы мүмкін, осындай сұрақты әлі туындап кетті. Мына жоғары жағында қалай сурет қоюға болады, обсуждение қалай шығаруға болады, мен бағана айтып кеттім. Фотография қалай, мына жағында фото қойған, видеоға өз қалауыңыз, егер фото, видео қойғыларыңыз келсе болады. Мен тек фотомен жұмыс жасаймын. Міне негізінде осыны мен біліп жүремін де бар. Жоғары жағында қалай қою керек. Келесі признавашка астынан көрейік. Келесі екінші тобы бар признавашкасынан 25 мың жазылушы. Бұл көріп отырсыздар. Мысалы, осында 45 мың жазылушыларына көбінікін жібере бермейді, таңдап жібереді. Сондықтан көп адамдардікі шыға бермейді. Ал екінші, үшінші топ болып барсаңыз, сізге міндетті түрде жазылады. Яғни қалаға сай жарнама жасаңыз. Мысалы, признавашка Астана болса, сізге Астанаға жазылады. Егер сізге Шымкент қаласынан болсаңыз, Шымкент тек признавашки ғана емес, жалпы мысалы өз қалаңыз признавашки ашсаңыз, онда мысалы сізге мына типичный Астанаға ақылы жарнама жасауға болады. Одан кейін объявление, осындайларға негізінде объявлениелер көп топ жарнамаға рұқсат бермейді, бірақ осындайларға сізге жарнама жасауға болады. Мына работа в Астане дегенде болады. Астана сөйтіп кете береді. Ақылы. Шамамен бір 10 мыңдай немесе 5 мыңдай ақшаңызды бөлуге болады. Егер сіз сүйікті жұмысыңыз болса, өзіңіз сонда признавашка ашқыңыз келсе, онда сізге жұмыс жасауға болады. Бұл менің сіздерге үлкен кеңесім. Признавашка топ ашу оңай болғанымен, ары қарай оны алып кету өте қиын. Сондықтан соңында еске салып кетейік. Біліп жүремінге жазыламыз, лайк басамыз, топтарыңыз дамы берсін, және біздің сенімді интернет дүкеніміз бар. Сонда қарап шыққайсыздар достар. Ол сенімді интернет дүкенге міне осы жерге кіресіздер, және әртүрлі тауарлар бар. Міне қараңыздар, егер сіз признавашка ашқаннан кейін сізге жазылған жазылушыларда мен сізге кішкене жарнаманың ортасында түсіндіріп кетейін. Предложить новость деген болады оларда. Міне предложить новость арқылы өз фотосын және жазуын жіберуге болады. Аноним десе аноним жіберіңіз, без аноним десе без аноним жіберіңіздер. Сау болыңыздар.